Бұл оқиға бүкіл Ресейді дүр сілкіндіргенді. Жаңа жылдың қарсаңында әкесі мен баласы кешкі асқа қамданып, гараждың ішіндегі ұрадан картоп алмақшы болады. Ұраға ұлын түсіріп, көршісін құттықтап келуге кетіп бара жатып баласына: "Сен картоп жинай бер, мен көршіге барып келейін", дейді әкесі. Аяз кірмесін деп есікті сыртынан жауып кетеді. Сөйтіп, әкесі көршісінің үйінде арақтың үстінен түседі. Шайтан судың шалығы тиген ол ақылынан айырылғанша арақтан сіміреді. Ертесі есін әрең жиған әкесінің ойына кенет баласы түседі де жан дәрмен гаражға қарай жүгіреді. Сол күні күн райы күрт төмендеп 44 градус аяз бетті қарып тұрған еді. Гараждың есігін ашқан бойда қарсы алдында қалқайып қатып қалған баласын көреді. Қараңғы қапас ұрадан қорыққан жасөспірім есік саңлауынан сығалаған болмашы сәулені ес көріп, гараж есігіне сүйенген күйі көз жұмған еді. Қомағай қу құлқынның құрығына ілігіп қасіретке қалған әкесі қайғыға қарсы тұра алмай, өз өмірін өзі қиюға шұғыл шешім қабылдап, гараж ішінде асылып өледі. Осы оқиға белгілі бір орыс ақынын бейжай қалдырмай, гараж деген өлеңнің өмірге келуіне себеп болғанды. "Жүр, балам", деді әкесі, "ұрадан азық алайық. Ертерек барып келмесек, кеш түсті қас қарайып. Қыс келіп елге қаһарлы, күбесін күздің бұзғанды, сығымдап бүрген жаһанды, желтоқсан еді ызғарлы. Анаңда бүгін жұмыста, тынған ба сірә тірі адам, қам жасап кешкі тамаққа алайық азық ұрадан". Жол бойы әке ұлына тіршілік жайлы толғанды. Шүкір деп Құдай мұныңа, гаражды ашпақ болғанды. Гаражды ашып әкесі сипады ескі көлігін, ұраны нұсқап қолымен: "Түс", деді, "мұнда сен ұлым. Ұрадан керек картопты жия бер, балам", деді де жөнелді өзі көршіге құттықтау айтып келуге. Көршісі екі досымен сіміріп арақ жатқанды, шайтансу енді бұғанда салды тұсау қақпанды. Қосылды келіп қатарға, жоқ деуге қайда тағаты, баланы мүлде ұмытып, таң ата төсекке жатқанды. Араққа ашып аранын, түс әлеті әрең жейдесін, сілкісе арақ санасын, өз еркін қалай билесін. Қайда деп балам бір кезде селк етіп жаны бұлқынды, адамдай бейне жын кезбе гаражға қарай ұмтылды. Бозара түсі сұрланып, сақылдап тісі дірілдеп, гаражға қарай жынданып жүгірді: "Қайда, ұлым?" деп. Есігін ашты сарайдың, үрейде енді ілесіп, сазарып жүзі ақ айдын, баласы жатыр сіресіп. Арақтың арам зарқынан өмірдің күні батыпты, көзінен аққан ыстық жас аязда мұз боп қатыпты. Анасы жоқ үйінде, жұмыста еді күн түні, баласын жап-жас күйінде өлтірді-ау әке құлқыны. Боздады балам, балам деп, аймалап баласын ақтаңдай, не жаздым әке саған деп, баласы сөйлеп жатқандай.